Қазақмыс ТВ өткен санында халықаралық экономикалық сауаттылық орталығымен бірлесіп қаржылық сауаттылық деп аталатын жаңа айдар ашқан болатын. Бүгін біз несие туралы әңгімемізді әрі қарай жалғастырамыз. Қаржылық сауаттылық жөнінде жүргізілген соңғы әлеуметтік сауалнамаға сүйенсек, қазақстандықтар негізінен ақшалай және тауар түріндегі несиені көп алады екен. Чем примечателен товарный кредит? То, что вы... Тауар түріндегі несиенің артықшылығы неде? Сіз банкке бармайсыз. Ұнаған затты сауда залында тұрып-ақ несиеге ала аласыз. Тауар түрінде несие алғанда не нәрсені есте сақтаған жөн? Орташа статистикалық отбасын. Мәселен, Қазақмыс жұмысшысының отбасын мысалға алып қаралық. 4 жан тұратын отбасында отағасы ғана жұмыс істейді делік. Ол айына 125 мың теңге жалақы алады. Әйелі кішкентай 2 баласымен үйде отырғандықтан отбасылық бюджет сол 125 мың теңгемен шектеледі. Тұрмыстық техниканы жаңарту үшін олар 300 мың теңгеге тауар түрінде несие алды. Несие мерзімі 2 жыл, номиналдық пайыздық мөлшерлемесі 27%. Хабарларымыздың өткен санында біз несиені өтеудің сараланған және аннуитетті деген түрлері барын айтқан болатымыз. Клиент оның қайсысын таңдаймын десе де өз еркі. Бірақ банкке төленетін артық ақшаның мөлшері осы таңдаудың дұрыстығына байланысты болмақ. Мәселен, сараланған тәсіл бойынша төлеген жағдайда ай сайынғы төлем кеміп отырады. Себебі негізгі қарыз азайған соң банк комиссиясы да кемейді. Біздің кейіпкеріміз бастапқыда 19 мың теңгеден төлейді. Соңына қарай ай сайынғы төлем мөлшері 13 мыңнан аспайды. При этом годовая эффективная ставка... Ондай жағдайда жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесі 28,13% құрайды. 2 жыл өткеннен кейін есептеп көргенде банкке 300 мың теңге несиені қайтарып, үстінен 84 мың 375 теңге артық төлегеніңізге көз жеткізе аласыз. Ал егер аннуитетті төлем тәсілін таңдаған болсаңыз, ай сайын 16 мың 314 теңге төлеп отырасыз. Яғни 2 жыл бойы ай сайын банкке тек сол соманы ғана төлейсіз. Аннуитетті төлем дегеніңіз осы. Бірақ жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесі 30,51% құрайды. Айырмашылығын көріп отырсыз ба? Бұл пайыздық тұрғыдан алып қарағанда. Ал ақшалай есептегенде сіз банкке 91 мың 537 теңге артық ақша төлейсіз. Несие мерзімін таңдаған кезде мынадай қарапайым ережені есте сақтаған жөн. Несие қанша ұзақ уақыт қалынса, банкке төленетін артық ақша да соншалықты өседі. Мәселен, несие ұлттық банк бекіткен 56% жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесімен алынды делік. Несиені 3 жылға рәсімдейтін болсаңыз, артық төлем 150%-ға жетіп жығылары сөзсіз. Көп жағдайда несие туралы келісімшарт бекіткен кезде сақтандыру келісімшарты рәсімделеді. Кейде банктер сақтандыруды өз мойнына алады. Кейбіреулер тұтынушы сақтандыру сомасын төлеуге міндеттейді. Ондайда тұтынушы сақтандырудан бас тартылады. Өйткені бізде сақтандырудың көлік жүргізушісінің азаматтық құқық жауапкершілік сақтандырудан басқа түрлері міндетті емес. Сіз сатып алған зат істен шығып қалса, сақтандыру компаниясы ақшаны заем алған тұлғаға емес, банкке төлейді. Бірақ сіз банктың тәуекелін ғана емес, өзіңізді де сақтандырасыз. Өйткені тауар сіздің үйіңізде тұр. Мәселен, сіз тоңазытқыш сатып алдыңыз. Сақтандырылатын жағдайда тап болдыңыз. Тоңазытқыш бұзылып қалды. Ал банк ақша талап етіп отыр. Сіз сақтандыру компаниясымен сақтандырылатын жағдай туындағаны жөнінде акт толтырасыз. Сақтандыру компаниясы тоңазытқышты сақтандыру сомасын банкке төлейді. Сіз несиеден құтыласыз. Сарапшы несие рәсімдеу барысында келісімшарттың бірінші бетін мұқият оқып шығу жөнінде кеңес береді. Келісімшарттың негізгі шарттары сол бетте жазылады. Банктер ресми веб-сайтында типтік келісімшартты орналастыруға міндетті. Сондықтан келісімшартпен үйде алдын ала танысып алған жөн. Несиенің ерекшеліктері мен өзге де қаржылық қызметтер туралы мәліметтерді хабарымыздың алдағы сандарынан біле аласыздар.